Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін өте дәмді жұп-жұмсақ пицца дайындайтын боламын. Рецебі өте қарапайым. Егер рецепт қызықты болса, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ыдысқа ең алдымен 400 мг жылы су құямын. 1 шай қасық тұз салып араластырамын. 1 шай қасық шекер, 10 грамм ашытқы салып араластырамын. 30 мг сұйық май құйып жақсылап араластырамын. Онды аз-аздан қоса отырып, жұп-жұмсақ қамыр илеймін. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге 20 минутқа қоямын. Қамырдың бетіне сұйық май жағып, 3 бөлікке бөлемін. Осылай 3 бөлікке бөлемін. Бетін жауып, 10 минутқа тағыда қалдырамыз. Қамырды дөңгелентіп жаямын. Бетіне майонез бен кетчуп араласқан қоспаны жағамын. Осылай жағып шығасыздар. Шұжықтарды орналастырамын. Қызанақты да осылай орналастырып шығамын. Бетіне үкіштен өткізген сырымды сеуіп шығамын. Содан соң жұмыртқа мен майонезді араластырып, бетіне құямын. Қызған пеште 180 градуста 20 минут пісіреміз. Мінекей біздің жұп-жұмсақ, өте дәмді, оңай әрі тез дайындалатын пиццамыз дайын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, тағы да осыған ұқсас түрлі тағамдардың рецебін алғыларыңыз келсе, каналға тіркеліңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.